Сәлем достар, сіздермен бірге Байфок Voyage. Біз бүгін базарға келдік. Амейоко деген базарға келдік. Осы Токиодағы ең туристер көп жүретін базардың бірі. Әсіресе Қытай мен Оңтүстік Шығыс Азиядан көп туристер келеді осы базарға. Біздің кәдімгі базардан алмайды. Ешқандай кез келген нәрсе табуға болады. Кәдімгі өзіміздің, мысалы Алматыдағы барахолкаға ұқсайды. Арзан баға. Бәрі бар, киім, тамақ, жеміс-жидек, көкөніс, сосын неше түрлі тамақ ішетін жерлер, ресторандар. Не керек десеңіз, жаным не қалайды, соның бәрі бар. Және Токионың дәл ортасында. Айтатын болсақ, оның тарихы жайлы бірнеше варианттар бар. Бірінші вариантын сен айт. Негізі бірінші вариантым қандай вариант екенін білмеймін, бірақ бұрында екінші дүниежүзілік соғыстан кейін осы жерге неше түрлі военная форма дейді ғой, әскери форма, соларды сататын базар жасаған дейді осы жерде. Сол үшін Амейоко, яғни Америка дегеннен қысқартып алған. Амейоко деп айтып кеткен деген әңгіме бар. Ал мен оқыған ресурстарда аме деген негізі жапон тілінен аударғанда ол тәтті, яғни sweets деген мағына береді, конфеттер деген сияқты. Яғни бұл кезінде бұл жақта өте көп жаңа түрлі тәтті тағамдар сатқан, сондықтан Амейоко деп аталып кеткен деп аталады. Сондай бірнеше варианты бар, бірақ нақты ешкім білмейді. Мүмкін шында шығар, себебі мысалы соғысқа дейінгі мысалы мына жерде базар болып тәтті сияқтыларды сатқан болса, содан кейін осы жерде Американың әскери формасын сатқан әбден мүмкін. Сондықтан екеуін де қосып, тәттіні де қосып, екеуін де қосып Амейоко деп атап кеткен. Бірақ жаңағы Американың формасын сатқан деген әңгімені біз бірге Сакроға қатысатын бір ұлдан естіген болатын. Бұл жерде бұрында Американың формаларын сатқан, сол үшін мына жерде Амейоко, яғни Америка деген сөзден қысқартып алған деген сол жігіттен естіген болатын. Одан кейін тағы бір айтып кететін жай. Кезінде бұл Амейоко базары, яғни орысша айтқанда черный рынок дейді ғой, яғни спекулянттардың базары болған деп айтады. Мысалы, яғни ұрланған деген сияқты заттарды кеп бұл жаққа сататын болған екен. Мысалы бренд сатылады. Бұрынғы кезде бренд болғанын білмеймін, бірақ мысалы қымбат алтын сияқты, күміс сияқты әшекейлер болсын, неше түрлі қымбат заттар бар ғой. Құны мысалы құнсыз емес, белгілі бір құндылығы бар заттар. Соларды барлығын осы жерде сатқан деген әңгіме бар. Жайымшық сияқты мысалы заттар. Фендидің сумкалары деген сияқты. Фендидің сумкалары. Мен өткені бір кинодан көргем сондайды. Солай сататыны сияқты. Қытайлар айналысады. Осы базарға келген кезде, Амейокоға келген кезде абай болу керек деп айтады. Себебі Қытайлар көп деп бізге бірнеше рет қалжыңдап айтқан жоқ. Қытайлар емес, Оңтүстік Шығыс Азияның Үндістанның адамдары көп. Ұрлық көп мемлекеттерден ұрлық өте кең таралған мемлекеттер болады ғой. Солардан көп адамдар келетіндіктен абай болсын деген сөздер көп айтады. Базардың ішінде көше бойында арзан асханалар толып тұр. Соның біреуіне біз келдік. Ол асханаларда түрлі елдердің тамақтары бар. Мысалы, Оңтүстік Шығыс Азия, Тай,
Филиппин сияқты елдер тамақтары. Түркияның тамағы. Және біз бүгін шашлык жеу үшін келдік бұл жаққа. Шашлыкты көрсетейік. Өмірімде мынандай үлкен шашлык жеп көрмедім. Көрмегенмін. Сарказм. Сарказм. Негізі дәмді ма дәмді емес қой білмеймін. Жеп көреміз. Тек көрейік. Шашлык жемегеніміз қанша уақыт? 10 шақтай болды. Açtı. Şıkım. Damla.袋子已经收起来了。还正常。Барой. Бізді шашлық қауіпсамайды. Өте ащы. Шынымен, мына жақта мына шашлыкты осы шығыс Азия адамдары дайындап жатыр да, нақты айта алмаймын. Филиппиндықтар сияқты. Бірақ өте ащы. Олар өте ащы тамақ жейді ғой. Біз маған шыдай алмайтын сияқты. Мен бір жерде Манила деген жазу көрген болады. Манила бастауында Филиппины ғой. Маратан деп тұр ғой. Манила емес. 저거 바나나 이 친구 말이야? 저거 이 친구. Қайсы? Садись. 초이스? 무조건 바나나 있었지가 메로? 그렇지? 메로. 니혼고 우마이네. 니혼지? 이게 니혼이잖아. 니혼지 나요네. 이거? 여기. 그래? 그래? 뭐 100엔. 뭐 그래? 100엔. 자리 나있네. 아리가또. 땡큐. 어이. Достар, біз өзіміз Америка базарына қазір кетіп бара жатырмыз. Керек заттарымыздың бәрін сатып алдық. Сіздермен әзірше қоштасамыз. Алайда келесі санда біз қайда боламыз? Акихабара ауданы. Ол техника және анименің орталығы болып табылатын Акихабара ауданы. Сол Акихабара ауданында сіздермен кездесетін боламыз. Шын жүректен Жапониядан бай болғая.